أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Қайырлы күн, досым, қалың қалай? Бүгін біз сенімен дәрісімізді қайта жалғастырамыз. Я Раббым, тек қана өзіңнің разылығың үшін дәрісті көруге ниет еттім. Жалпы, өткен сабағымызда біз әлем елдеріне пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дінді, ислам дінін жіберу туралы хаттар жіберді. Бірнеше елшіні әртүрлі патшаларға жіберді. Хаттар кімдерге жіберілді деген сұраққа жауап берейік. Нәжашиге Хабашстан, Эфиопия елшісіне пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Амр ибн Умайя әд-Дамри радиаллаху анху жіберді. Византияға Геракл патшасына Дихия ибн Халифа әл-Қалби радиаллаху анху, Парсы патшасына Кисраға Абдулла ибн Хузафа әс-Сахми радиаллаху анху, Мысыр билеушісіне Мұқауқисқа Хатиб ибн Аби Балтаха радиаллаху анху, және де Бахрейн әмірі Мунзир ибн Сава, Яман, Оман, Шам аймақтарының басшыларына да хаттар кетті. Жалпы өткен дәрісте біз Нәжашимен тағы да Мысыр елінің билеушісі Мұқауқисқа хат кетті. Мұқауқис жауап берген жоқ, я немесе жоқ деген жауапты бермеді. Нәжаши ол бұрыннан дінді қабылдағандығы туралы айтты. Енді осы дәрісімізде бүгін Алла қаласа Парсының патшасы Кисраға барған Абдулла ибн Хузафа әс-Сахми туралы айтамыз. Абдулла ибн Хузафа әс-Сахми елінен, бала-шағасынан, әйелінен өте көп жақсылап қоштасып кеткен елшілердің бірі болған. Және ол хатты сол Кисраның қолына апарып берген. Яғни Кисра хатты ашып, барлық хатта бірдей жазу жазылған. Жалпы хаттың мазмұны: Алланың атымен бастаймын. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Алланың елшісі, исламға шақыру туралы, қабылдаса амандықты, қабылдамаса жауапкершілігі туралы ескертілген. Ал Кисраға жазылған хатта дәл осы мазмұнда, бірақ ең алдымен Бисмиллахир-рахманир-рахим, Алланың елшісі болған, пайғамбары болған Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламнан Парсының ұлығы болған Кисраға деген сөзді оқыған кезде хатты жыртып алып келген елшінің бетіне лақтырады. Кім ол? Менің есімімді өзінің атынан кейін жазатын. Менің атымды бірінші жазу керек еді деп қатты ашуланып, жаңағыдегі келген елшіні қуып өзі де шығып кетеді. Кисра қатты ашуланып, ашуы басылғаннан кейін Бәзән деген елге 2 адамды жібереді және оларға хат жазып жібереді. Ең мықты 2 адамыңды ал да Таифқа кіріп, Мұхаммедті алдырт деп айтады. Жаңылдегі Мәдинадан барып, 2 адамың барып Мұхаммедтен алып келсін дейді. Ал жаңылдегі Кисраға барған, хатты алып барған елші ізімен қайтып кетеді. Өз ізімен қайтып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға болған жайтты айтады. Сол кезде Алланың елшісі, Алла оның патшалығының тоз-тозын шығарсын деп дұға етеді. Кисраның Бәзәнға хат жазып 2 адамды жібер дегенін естіп, Бәзән 2 адамды пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға жіберді және олар келіп, сізді алып кетуге келдік дегенде, ерте күліп, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ертеңге дейін күте тұрыңдар дейді. Ертеңгісі күні пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жаңағы 2 адамға шығып, бәлен деген күні
пәлен деген түні Алла Кисраның Кисраны жермен жексен етеді және өзінің баласы Шахрия өлтіреді. Базанға бар да дәл осы хабарды жеткіз деді. Егер де ол Базан менің дінімді қабылдаса, Кисраның және ат пен түйенің тұяға жететін жерге дейін менің дінім жетеді. Базанға айтыңдар, исламды қабылдасын. Исламды қабылдаса барлық өзінің патшалығын өзіне береміз. Егер дінді қабылдамайтын болса, онда жауапкершілік жаңадегі барлық күнәлар оған артылады дейді. Дәл осы хабарды Базан естиді және 2-3 күн күтейік дейді. Егер де оның айтқаны рас болса, дінді қабылдаймыз дейді. 2-3 күн өткеннен кейін Кисраның ұлы Шахрия Кисраны өлтіреді және Базан дінді қабылдайды, басшы болып қалады. Жалпы осы мемлекеттен кейін Византия императорына Абдулла ибн Хузафа барады. Бұл екінші елге барып жатқан елші. Және ол жерде тұтқынға түсіп қалады. Византияның императоры өмір керек болатын болса, онда менің дінімді қабылда дейді, христиан дінін. Абдулла ибн Хузафа қанша өмірім болса, соның барлығын тек қана ислам дінімен өтемін дейді. Византияның императоры Византияның жартысының билігін мен саған беремін дейді. Дініңнен бас тарт дейді. Сонда Абдулла ибн Хузафа, егер билігіңнің барлығын берсең де мен дінімнен бас тартпаймын дейді. Оны қатты қинайды және қинау арқылы мен өз дініме кіргіземін деп ойлайды. Және де оның қолынан аяғынан тартып тұрып байлап, ол жерге денесіне әртүрлі оқтармен, жебемен садақ атқызып, денесіне тигізіп қинай береді. Сонда ол діннен қайтпайды. Көз алдында зәйтүн майын қатты қайнатып, сол жерге немен елшімен бірге келген 2 адамды қайнап тұрған отқа салып жіберіп, етінен сүйегі ажырап кетеді. Сонда Абдулланы алдыртады. Абдулла жылап жібереді. Не болды, дініңнен қайтайын дедің ба дегенде, жоқ, менің әрбір жасушамнан шығатын, әрбір жанымның шыққаны, жаңадегі өзімнің дінімде болып шыққаным, соншалықты қиналғаным, қайта ол маған өте мол сауап, Алланың разылығы дегенде, онда саған ешқандай бір шара жоқ екен деп, император, егер де сен менің басымнан келіп сүйетін болсаң, маңдайымнан сүйсең, қасыңдағы достарыңмен бірге мен сені жіберемін дейді. Сол кезде ол ойланып қалады да, оның басын сүйгенден тұрған маған ешқандай күнә жазылмайды ғой деп, басынан сүйіп қасындағы барша достарын құтқарған екен. Сонда халифа Омар келіп, пайғамбар осы Абдулланың басынан барша мұсылмандардың сүюін әмір еткен екен және оны мақтаған екен. Жалпы осындай жағдай болған. Басқа да елге барылған деректер бізде өте аз болғандықтан, осы 4 оқиғаны айтып бердік. Достарым, мұқият зер салып тыңдағандарың үшін үлкен рахмет. Алла барлығымыздан разы болсын. Әркез Алла разы болатындай өмір сүруімізді ешкімнің ақысына кірмей, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сияқты өте көркем мінезді, жұмсақ, бізді көрген кезде әр адамның жүрегі қуанатындай, сондай хайырлы, Алланың ең сүйікті құлдарынан болуымыз нәсіп етсін. Жалпы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өте жұмсақ, өте көркем мінезді, байсалды, сабырлы болған. Ол адамды көрген адам, ол мені барлығынан артық жақсы көреді деп ойлайтын болған. Сондықтан да біз адамдарға жұмсақ мәміледе сондай әркез Алланы зікір етіп, Аллаға шүкір етіп, Аллахтан әрбір керек жарағымызды сұрап өмір сүруімізді Алла нәсіп етсін. Ассаламу алейкум.